Сәлеметсіздер ме балалар? 13-ші сабақ жуан және жіңішке дауысты дыбыстармен танысамыз. Ең алдымен каналға жазылуды ұмытпа. Бірінші жаттығу тақырыбы бойынша мәтіннің мазмұнын болжа. Мәтінді тыңда. Әдепті балалар. Жақында Асан атаның баласы қалаға көшіп кетті. Оқушылар Асан ата мен Әсем әжеге көмектесуге келісті. Толағай, ұлдар мал күтуге көмектессін, ал қыздар үйді тазаласын деді. Балалар күнде ата мен әжеге көмекке келді. Өркендерің өссін, халыққа қадірлі азамат болыңдар, деді Асан ата. Әсем әже дастархан жайды. Ол бірлік пен татулықтарың үшін ризамын, деді. Балалар қандай қамқорлық жасады? Балалар үлкен ата мен әжеге көмектесті. Әже оларға не деді? Бірлік пен татулықтарың үшін ризамын, деді. Әдепті балалар сөздерінде неше дауысты дыбыс бар? Олар қалай естіледі? Жуан ба, жіңішке ме дейді? Әдепті деген сөзде ә, е, әріптері жіңішке дауысты дыбыс екен. Бұл жерде 3 дауысты дыбыс бар екен. Ал балалар сөзінде а әріпі жуан дауысты дыбысқа жатады. Екінші жаттығу мақалды жатқа жаз дейді. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Мақалды жатқа жазып, тыныс белгілерін дұрыс қоямыз балалар. Сөздегі дауысты дыбыстар жуан болса, сөз жуан айтылады. Мысалы, айна, жылқы, сауысқан. Сөздер жуан естіліп тұр, балалар. Келесі 3-ші жаттығу моншақтардағы сөздерді оқы. Сөздердің айтылуына назар аудар. Оларды түсіне қарай топтастыр дейді. Бір сөзбен қалай аталатынын айт дейді. Оқиық. Арыстан, шағала, жолбарыс, қой, қарға, бота. Бұлардың барлығы бір сөзбен не деп аталады? Жануарлар мен және құстар деп аталады. Бірінші түстеріне қарай топтастыратын болсақ, сары түсті арыстан мен жолбарыс, шағала мен қарға, бұлар құстар, қой мен бота, бұлар жануарлар екен балалар. Балалар, сау болыңдар, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басып қойыңдар. Келесі сабақта кездескенше.